Сауат ашу 135-ші сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын туралы не білемін, дыбысы мен әрпі. Бұл сабақта сен мәтінді түсініп оқисың, сызба бойынша сөйлем құрастырасың. Балалар, бүгін біз дыбысы мен әрпімен таныстық. Дыбысы дауысты дыбыс екенін білдік. Ол орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Тіл тарту жаттығуын жаттап алайық. Дегенім электр, жарық үшін керек бұл. Дыбысы сөздің басында кездеседі дедік. Ендеше әрпінен басталатын сөздерді еске түсірейік. Эскалатор, эстрада, элеватор, экран, электр, эфир. Бірінші тапсырмаға қарайық. Кел ойнайық. Балалар, бүгін біз тағы бір ұлттық ойынымыз ұшты-ұшты ойынымен танысамыз. Ойынның аты ұшты-ұшты. Ойынға қатысушылар бастаушының сөзін қалт жібермей бағып отыруы шарт. Ұшатын нәрсе айтылса, қолдарын жоғары көтереді. Ұшпайтын нәрсе айтылса, тырп етпей отырады. Бастаушы ойынды былай жүргізеді. Ұшты-ұшты, қыран ұшты, қол көтереді. Ұшты-ұшты, экран ұшты, бұнда қол көтерілмейді. Ұшты-ұшты, кептер ұшты, қол көтереді. Ұшты-ұшты, эскалатор ұшты, қол көтерілмейді. Осы ойынды ойнап көрелік. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Мынау элеватор. Элеватор қырман басына орналасқан. Элеваторға астық тиеген машиналар келіп кетіп жатыр. Мәтінді түсініп оқы. Қырман басындағыларға жылы лебізіңді білдір. Яғни балалар, мына сызба бойынша сөйлем құрастырайық. Сөйлем сызбасы 3 сөзден тұрады. Сөйлем қандай әріптен басталған? Сөйлем соңына қандай тыныс белгісі қойылған? Мұқият бол. Дәптерімізге балалар, әрпі бар сөздерді әдемі, көркем етіп жазайық. Жарайсыңдар.